Сәлем балақай. Қарашы, бұл қандай пішін білесің бе? Дұрыс айтасың, бұл шеңбер. Жарайсың. Есімізге түсірейікші, шеңбер қандай заттарға ұқсайды? Доп, апельсин, қарбыз, күн, түйме және сағат. Жарайсың. Сау бол шеңбер. Ой, бұл не? Бұл пішін қалай аталады? Дұрыс айтасыңдар, бұл шаршы. Шаршы пішіндес қандай заттар бар екенін көрейік. Текше, тәтті тоқаш, терезе, сыйлық, жастық, сурет. Жарайсың балақай, сен мықтысың. Ой, сүйкімдісің ай. Бұл қандай пішін балақай? Дұрыс айтасың, үшбұрыш. Есімізге түсірейікші, үшбұрышқа қандай заттар ұқсайды? Пирамида, шырша, балмұздақ, зымыран, шатыр, желкен. Жарайсың балақай. Сау бол үшбұрыш. Балақай, бізге қонаққа томпақ келді. Бұл қандай пішін? Сопақша, дұрыс айтасың. Есіңде ме, сопақшаға қандай заттар ұқсайды? Лимон, шар, тасбақа, кәмпит, жұмыртқа, шырша бүршігі. Жарайсың балақай. Сен мықтысың. Балақай, бізге тағы қонақ келді. Бұл қандай пішін? Дұрыс айтасың балақай, бұл тік төртбұрыш. Тік төртбұрышты заттарды атап шық. Хат қалташасы, киім жәшігі, аквариум, шоколад, кітап, тоңазытқыш. Жарайсың балақай, сау бол тік төртбұрыш. Ал енді балақай, әртүрлі пішіндерден заттар құрастырайық. Шаршы мен оның досы үшбұрышты қойсақ, неге ұқсайды? Дұрыс айтасыңдар, үйге ұқсайды. Бәрекелді балақай. Бізге сопақша мен үшбұрыш келді. Бұл неге ұқсайды? Балыққа ұқсайды екен. Жарайсың балақай, сен мықтысың. Керемет. Тік төртбұрышпен шеңберді қоссақ, неге ұқсайды? Құтыдағы гүлге. Дұрыс айтасың. Жарайсың балақай. Балақай, үшбұрышты қойсақ, не пайда болады? Дұрыс айтасыңдар. Шырша. Бәрекелді балақай. Екі дөңгелекпенен үшбұрышты қосқанда пайда болды ақ қала. Жарайсың балақай, сен мықтысың. Жарайсың достым, сен бүгін геометриялық пішіндермен таныстың және олардан әртүрлі заттарды құрастыруды үйрендің. Сау бол балақай, сен бүгін кереметсің.